шаңырағында. Белгілі өнер және қоғам қайраткерлерінің салиқалы әңгімесі ұлттың руханиятына, мәдениеті мен әдебиетіне қалтқысыз еңбек етіп жүрген қайраткерлердің замандастары мен ұрпаққа айтары. Шалқар ұлттық радиосында, тікелей әуе толқынында, Шалқар шаңырағында. Сезімнің мөлдірлігін жаным-ау сездір бүгін. Қасыңда мың аялдап қалсам деп тұрмын ұғын. Бір орын жүрегіңде сұрасам табылар ма? Таусылмай үрейімде айналдым жабығарға. Көктемдей күлімдеген жанардың нұрын көрем. Риясыз көңіліңде мейірім бүлінбеген. Қалайша ақтап алам, сен жайлы ой мен санам, сезімнің иесімін, өзгелер жақтамаған. Өткерген санаулы күн, қалдырар қаяу мұңын. Қол соссам жетпей тұғын, сен менің аяулы мен. Жазамын ақ параққа, жайымды ақтамаққа. Мен мейлі, сенің күйің кетпесін шар тарапқа. Қоштасу қиын білем, сонда да күліп жүрем. Мөп-мөлдір сезімге бұл, қашанда басым дием. Ассалаумағалейкум, ардақты Алаш жұрты. Шалқар радиосының әуе толқынында Шалқар шаңырағында бағдарламасы. Ал жаңа ғана мөлдір сезім өлеңін оқыған осы өлеңнің авторы ақын қыздарыңыз 2009 жылы Республикалық Ілияс Жансүгіров оқуларының лауреаты атанған Олжан Шораева. Олжан, бүгін студиямыздың қадірлі қонағы, қадірлі тыңдарман, ал бағдарлама тізгінінде мен Рүстем Жүніс, сізбен бізді әуе толқын арқылы байланыстырып отырған сауынсазгер Еркебұлан Жұмаділұлы. Олжан, студиямызға қош келдің. Рахмет, Рүстем. Армысыздар, қазақ елі. Ал енді бүгін Олжанның қаламынан туған әсем жырлармен тыңдармандарымызды қуансақ дейміз, осындай шығармашылығымен ақынның бөліссек деген ойдамыз. Ал енді Олжан қыздарыңызға қояр сауалдарыңыз болса, тақырып аясында қоңырау шалып хабарлассаңыздар болады. Байланыс нөміріміз 75-72-72, Нұр-Сұлтан қаласының коды 8717-2. Ал енді Олжан, алғаш қолыңа қалам ұстатып осы өлеңге баулыған жандар бар екенін өзің тілге тиек етіп өттің. Енді олар жайлы тыңдармандарымыз да біле отырсын. Әңгіменің әлқисасын осыдан бастайық. Мен алғаш қолыма қалам алғаным ол бастауыш сыныпта болатын. Біздің ондағы сынып жетекшіміз Доспаева Роза деген мұғаліміміз бізді тапсырма берген үй жұмысына, осылай аналарыңа арнап өлең жазыңдар деп. Бұл ұстаздар Тараз қаласында, қай мектепте? Нөмірі 26 Абай атындағы орта мектеп болатын. Сонда алғаш анама арнап, айналайын анашым, құт береке данашым, 8 наурыз мейрамың құтты болсын анашым деп осындай 4 жолды өлең жазған екенмін. Ол өлеңді әлі де сақтаулы менде. Және кейін де пән арасында бізге тапсырмалар беріп тұратын, өтірік өлеңдер көп шығаратынбыз. Солай неше түрлі тақырыпта ата-ана, туған жер, табиғат, сондай тақырыптарға өлеңдер жаза бастадым. Солай талантым әрі қарай шыңдала берді. Оны мұғалімдерім байқап, мені қалалық, облыстық мүшәйраларға қатыстырды. Солай менің талантымды әрі қарай ашуға осы ұстаздарым септігін тигізді. Және кейін 5 сыныптан бастап Тараз қаласындағы Жамбыл атындағы нөмір 5 қазір мектеп гимназиясы болды. Сол мектепте оқыдым. Сол жерде де мені осы өнерге, өлеңге баулыған ұстаздарым болды. Исмаилова Бағлан апке және Қожамұратов Тоймұрат ағай
мені әрі қарай байқауларға қатыстырып, менің осы өнерімді шыңдауға көп септігін тигізді деп айта аламын. Ал енді жаңа екеуі ара өзіміз тілдесіп отқанда айтып өттің. Жалпы өлеңдердің басым бөлігі осы бой жеткен шақта жазылды деп. Яғни бастауышпен енді бұл аралықта да біраз демалыс болған сияқты. Енді бәлкім Олжан бұл уақытта кішкене бұл өнерге сауатты келу үшін де шыңдалған шығар. Енді осы Олжанның алғаш жазылған өлеңдері қай тақырыптарды қамтыды? Мына кейінгі шығармашылықтың алғашқыларын айтайықшы, мысалы. Саналы түрде жазылған бүгінгі өлеңдердің алғашқы буыны қай тақырыптарды қамтыды? Сезім, мөлдір шақ. Иә, ақындардың барлығы махаббатты жырламай болмайтын шығар. Сол сияқты мені де сол бой жеткен шағымда бір алғашқы махаббат, ғашықтық, сезім пайда болған кезде тақырыбы ауыса бастады әрине. Бір қызық жағдай болған. Ол кезде әпкелерімде сондай орысша өлең жинақтары дәптермен алып жүретін, соны мен өзіме көшіріп алайын десем, маған бермей қойған. Сосын алдымда өзім намыстанып, мен өзім ақ жазып алам деп. Сөйтіп алғаш сол махаббат тақырыбынан алған дәптерімнің парағы ашылып, сонымен өзімнің сезім жайлы өлеңдерімді жаза бердім. Бүгінде олар том-том болып жиналып қалған екен. Тамаша, тағы бір өлеңге, қаламыңнан туған бір өлеңді тыңдасақ, оқып берсең. Қандай өлең оқимыз? Сіздерге соңғы жазылған өлеңімді оқып берейінші. Сиясы кетпеген. Иә. Жақсы. Уайымдама деп аталады. Уайымдама, дәл өзіңдей бізде әке біреу ғана. Қиялдағы адамды іздеп жүріп, әкелмедім бір мықты күйеу бала. Уайымдама, анашым-ау, мен ойлап уайымдама. Әр пенденің жұбы бар біле білсең, осы жазда кездесер менің дана. Уайымдама, әпке тайым бұл сенің ойың ғана. Барлығы да ретімен келе жатыр, белейсің-ау үйлену тойымда да. Уайымдама, сіңілдерім жайымды көңілге алма. Жезделетіп шығатын қарсы алдынан, күнді аңсап жүрсіңдер, білем алда. Мен бақытты боламын, уайымдама. Ай, бәрекелді. Тамаша, Олжан Шораеваның қаламынан туған сиясы кетпеген тамаша өлеңді тыңдадыңыздар. Ал енді Олжан бүгінде Елорда төрінде арнаулы бір салада қызмет етіп келесің. Сол жайында айтып өтсең, қай бағыт бойынша, қай саланың мамансың дегендей? Мен жалпы еңбек жолымды Тараз қаласында бастағанмын. Тараздағы Қазақстан Тараз телеарнасы деп аталатын, ол кезде қазір Жамбыл ТВ деп аталады. Сол телеарнада тележүргізуші, сценарист, редактор бәрі бір адамның міндетінде етін. Таңғы бағдарлама Рауанды жүргіздің, е? Дәл солай. Сол бағдарламаны жүргізіп жүріп, 2 жылдай сол телеарнада қызмет еттім. Сосын облыстың шеңберінде қалып қоймайын деп, өзімді республикалық деңгейде сынағым келді, шыңдағым келді. Сондықтан бұл Астанада ешкім мен тосып тұрмаса да, күтіп тұрмаса да, құшақ жайып, бірақ сондай тәуекелге бел буып, Астанаға келдім. Қаңтардың 21 күні болатын. Қақаған аяз, боран, алғаш ондай боранды көргенмін. Астанаға 2-ші келуім еді. Сонымен боранды күні жұмыс іздедім. Алғаш жұмысты бір 3-4 күнде табылды. Әзірге жылы ұяға орналасып алайын дедім да. Жекеменшік Тәуелсіздіктің ақтаңы журналына жұмысқа орналастым, журналист болып. Онда 5-6 ай жұмыс істеп, сосын Қазақстан кәсіподағы республикалық газетіне орналастым журналист болып. Онда да біраз мақала жазып, 3 жылдай қызмет еттім, жұмыс істедім. Қазіргі таңда Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы педагогикалық шеберлік орталығының баспа және имидждік қолдау бөлімінде жұмыс істеймін.
осындай игі шараларда дейсің ғой. Иә. Жақсы. Ал енді өлең қай кезде жазылады? Жарайды, күнделікті мысалы таңнан кешке дейін жұмыстасың, одан кейін де енді құрбылармен арасында серуендерің бар шығар. Бірақ осындай шығармашылыққа терең бой алдыратын сәттер қай кезде болады? Айтады ғой, өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта дегендей, шынында да бір көңіл күйдің тулап жатқан кезінде, көңіл күйдің немесе бір сезімім жылап жатқан, немесе сезімім қатты қуанып жатқан кезінде көбінде шығады, немесе бір өмірдің әділетсіздік сәттерін көргенде, біреуге бір қапа болған кезде, соны мүмкін сөзбен жеткізе алмасам, осы қолыма парақ алып кейде өлең болып айтылып жатады сол сырларым. Яғни кейде айталмаған дүниенің де бір қайыры бар ғой. Демек, ол өлең болып тууға септігі тиеді. Иә, дәл солай. Мысалы, айта ғой. Мысалы, осы тұста бір өлеңім есіме түсіп тұр. Бір кісіге қатты қапаланып, ренжіп келген сәтімде қасымдағы адамдарға айта алмаймын сырымды. Өйткені ол адамдар қарасам, өздерінің мұңы бар, өздерінің уайымы бар. Біреудің әлеміне өзімнің мәселемді тықпалағым келмейді дейсің ғой. Иә. Ол мен үшін, мысалы, отырып, менімен бірге жыламайды, менімен бірге қайғырмайды, біреудің көңіл күйін бұзбайын деп, солай өзім бір көрпенің астына тығылып алып, жылап жатып жазған өлеңім бар еді. Соны оқып. Ал, тыңдайық ендеше. Көрсем. Сағат тілін мен кері бұра алмаймын, уақытты да жүйткіген қуа алмаймын. Жерге түскен сағымның сынықтарын тағдырмау бүгінше жия алмаймын. О Тәңірім, сен ғана куәгерсің, жүрегімде мейлі мұң тұра берсін. Өз дертіне тұншығып жүргендердің қай біріне мен үшін жыла дерсің. Ешкімге емес өзіме өкпелімін, жазғырамын, сынаймын көпке дейін. Жұмсақ сылбыр бұл мінез менікі ғой, асқақтатып жығатын текке кейін. Күтіп қалдым бақыттың базарлығын, өткен сайын қаншама ажарлы күн. Жапырақтай үзілген үмітімді табалайтын болды ғой мына бір түн. Жоқ еді ғой бойымда күншілдігім, өз-өзіме күндейді тылсым бүрін. Кімдер дұшпан, кімдер дос, мейлі бәрі, бейшара осы халіме күлсін бүгін. Егер сол кезде осы ішкі күйімді басқа біреумен бөлісіп айтқанда, бәлкім бұл өлең шықпас еді. Иә, жаңағыдай айналып келгенде әңгіменің 90 ауыз сөздің толықтай түйіні сол өлең деген шықпайды жайшылықта ғой. Иә. Енді біз дәл қазір Олжан, сенің сөзіңе жазылған бір тамаша әнге кезек беріп алсақ дейміз. Ол Нартай Алтай атты сазгер әрі Астана тобының әншісі сенің әке деп аталатын әдемі өлеңіңе ән жазған екен, ал оны орындайтын елімізге танымал әнші Ғани Мәтебаев. Бірге тыңдайық сұхбатымызды, сонан соң жалғастырамыз. Өмірімнің бағдары өзің, көрсеткен мен таңдадым өзім. Аяздарға тоңғанда әке, шағымданған болмады кезім. Көңілімнің алтын шуағы
бас толғасың әке, әке. Сенен артық өлгің еткен кім? Көңілімнің алтын шуағы, ғұмырымның сөнбес шырағы, арқа сүйерім өзіңсің әке. Сағындым ғой бүгінде тағы әке. Көңілімнің алтын шуағы, ғұмырымның сөнбес шырағы, арқа сүйерім өзіңсің әке. Сағындым ғой бүгінде тағы әке. Қадірлі тыңдарман, Ұлжан Шораеваның өлеңіне өрілген Нартай Алтайдың әке әнін әнші Ғани Мәтебаевтың орындауында тыңдадық. Ал енді осы бір әннің сөзін жазған ақын қыздарыңыз Ұлжан Шораева бүгін Шалқар шаңырағының қонағы. Сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса 75-72-72 байланыс нөміріміз, Нұр-Сұлтан қаласының коды 8-717-2. Ал енді, Ұлжан, әкемізге арналған әнді тыңдадық. Өлең бірінші жазылды ма, әлде тапсырыс бойынша жазылды ма? Жалпы сенің бірінші жүрек жарды өлең шумақтарыңды ақындар сұратып барып жазды ма деген ме бұл әнді? Бұл әнді бірінші әні жазылды. Нартай енді шығармашылықта бірге араласып жүрген ағамдай кісі, сондықтан Нартай осылай ән жазып едім, осыған сөз жазып берші деп өтініш білдірді. Солай әннің сөзін жазған болатынмын. Бұл енді алғашқы жазылған ән емес, сенің қаламыңнан туған өлеңге. Жалпы басқа да сазгер азаматтар, ағаларымыз өзіңмен тікелей шығармашылық байланысты екен. Кімдермен жұмыс жасап жатырсың? Кімдердің тамаша әндеріне сөз жазып бердің дегендей? Осы Астана тобының әншілері Нартай Алтай және Құралай Қырықбаев әпкеміз бар. Және Әуесхан Салабеков, Қазақстанға белгілі композитор. Және Шымкентте Сұлтан Мелдебекұлы деген кісі бар. Ол кісі осы студенттік кездерімде болатын. Сайттан өлеңімді көріп қалып, мені тауып алып, ол кезде Mail.ru еді ғой. Сол жерден тауып алып, осы сөзіңе ән жазайыншы деп, ол кісімен де біраз әндер жарыққа шыққан болатын. Жалпы осындай сазгерлермен шығармашылық байланыстасың, жазылып жатыр. Ал енді жас ақын Ұлжан Шораеваның бір кітапты қамтитын өлеңдері жазылғанымен, оны шығаруға қызымыз асығар емес дейді. Ел ағалары, ақын ағаларымыз осындай пікірде екен, бұған не дейсің енді? Мен кітап шығару ойымда болмайтын, өзім үшін деп жазып қоям, бірақ қарасам 3 том жиналып қалыпты. Бірақ сен оның себебін жаңа маған ғана айтып өттің, мен ұялам, әлі де болса өзімді соншақты бір толыққанды ақын деп есептемеймін дегендей. Бәлкім жетістікке жету үшін де кішкене бұндай бір шығармашылықта қанағатсыздық керек шығар адамға. Болдым, толдым дегеннен Құдай сақтасын дейміз ғой енді әрине. Бірақ енді кітаптың мезгілі де жақындаған сияқты.
иә, маған осы өлеңімді қазір өлеңдерімді жайлап инстаграм парақшасына өзім оқып, оған бейне баян сияқты түсіріп, солай салып жүргенмін. Сол ақын жазушы ағамыз Әкім Ысқақ айтқан еді, бір өлеңімді тыңдап, сенің өлеңдерің жап-жақсы, әп-әдемі өлеңдер жазады екенсің ғой. Неге бұныңды жарияламайсың, неге көпшілікке таныстырмайсың, неге кітап шығармайсың деп. Сол кезде осы ұялатынды әлі дайын емес екенімді айтып едім. Ол кісі неге болмайды, әр ақынның өзінің оқырманы болады, сенің де өз оқырмандарың болады, сондықтан өлеңдеріңді теруді қолға ал, өзім өңдеп қарап, өзім пікір беріп, солай қолдау көрсетемін деді. Және Рухани апамыз, мемлекеттік сыйлықтың иегері Күләш Ахметова апамызбен де сондай байланыстамыз, жақын. Сол кезде айтқан маған, кітабыңды шығар, бұл сенің өмірдегі бір жетістігің болады, осылай шығармашылыққа үлкен қадам басталады деп. Сол кісілердің енді осындай сөздерін елей келе, қазір өлеңдерін бәрін теріп, өңдеп жатырмын. Қазақтың маңдайына біткен ақын қыздарымыз енді көп емес қой, десе де Аллаға шүкір. Оның бірі Күләш Ахметова апамыз. Ал енді кез келген осы Ұлжанның қаламынан туған өлеңнің бір алғашқы тұсауын кесетін сол кісілер емес пе? Мысалы, Күләш апамызға көрсетесің бе сен? Жазған өлеңдерінің барлығын. Апатай, мынауым қалай деп. Әлде мен қымсынасың ба ол кісілерге? Иә, көп жаңа жариялай бермеймін, көп айта бермеймін, жазылады, қояды. Бірақ мөлдір сезім деген басында оқыған өлеңді жазыла салып Күләш апаға жіберген болатын. Ол кісі өте жақсы жазылған деп бағасын берді, және бірақ жерін ғана мына сөзді басқаша ауыстыру керек деді. Сол кісінің айтуы бойынша ауыстырдым. Сонымен сол бір көрсеткенім бар еді тек. Тамаша. Енді жалпы махаббат тақырыбында болсын, жалпы мынау әйел затының нәзіктігін, ішкі сырын, ешкімге айта алмайтын жан әлемін бірден бір осы өлең арқылы бере алатын ақындарымыздың бірі ғой Күләш апамыз. Әрине, ол кісілердің шығармашылығы қашанда көпке үлгі, қаламдары мұқалмасын дейміз, алдыңғы буын ақындарымыздың. Ал енді ол кісілердің етегіне жармасып жүрген өзіңнің де демек елге берерің көп болады деген сөз. Оны кәміл сеніммен айта аламыз. Сондықтан өзіңе де шығармашылық толағай табыстар тілейміз. Ал енді шығармашылық байланысты біз енді сазгерлермен деп айтып өттік. Жалпы өзіңнің замандастарың, ақын құрбыларыңнан кімдерді айта аласың, кімдерді оқисың? Мен өзім Наурызбек Саршаев досым бар, ақын. Бірге университетте бірге оқығанбыз. Көбінде сол студенттік кездерде бізді мұғалімдер жазбаша айтыспен бізді өлең жазу талабымызды кішкене шыңдауға сондай итермелейтін. Сол кезде бір содан басталды біздің Наурызбекпен өзім өлеңдерімді сол студенттік шақтарда көрсетіп, ақылдасып, Наурызбек өлең қалай деп, ол бағыт бағдары беріп тұратын бір-бірімізге солай. Және кімдерді оқисың десеңіз, мен Ерлан Жүністің өлеңдерін жақсы оқимын. Сосын Бауыржан Қарақыздың өлеңдерін оқып тұрамын. Қалқаман ағаның өлеңдері де сол сияқты. Тамаша. Ал енді біз келесі жолы Ұлжанды Шалқар шаңырағында сүйінші хабармен тамаша бір жинақтың, өлеңдер жинағының тұсаукесер рәсімінде күтейік дейік. Қадірлі тыңдарман, біз осымен бүгінгі күннің еншісіне бұйырған Шалқар шаңырағында бағдарламасын аяқтаймыз. Ал енді студиямыздың бүгінгі қонағы болған ақын қыздарыңыз 2009 жылы Республикалық Ильяс Жансүгіров оқуларының лауреаты атанған Ұлжан Шораева. Ұлжан, қаламың мұқалмасын, шығармашылық табыстар тілейміз. Тамаша туындыларыңмен оқырмандарыңды, қазақ халқын қуанта бер. Сұхбатты жүргізген Рүстем Жүніс, ал сізбен бізді әуе толқын арқылы байланыстырған әріптесім саунд сазгер Еркебұлан Жұмаділұлы.